Ақжан Әл-Машани, жер астына саяхат. Адамдар үшін жердің асты, аспанның үсті құпия. Жердің қандай қабаттан тұратыны, үстіңгі қабаты, жұқа қыртысы, терең қабатының құрамы жаңа туған сәбидей әр нәрсеге қызыққыш келетін адамзат баласы үшін беймәлім дүние. Осы бір мәнде жазылған Ақжан Машанидің «Жер астына саяхат» кітабы геологиялық тақырыптағы оқырманды өзіне елтіп, қазақ әдебиетіндегі ғылыми-фантастикалық туындыларға жол ашқан алғашқы кітап. Аты айтып тұрғандай, кітап бастан аяқ жер астындағы оқиғалар туралы суреттеледі. Автордың өзі сол саланың адамы болған соң мантия мен ядро туралы сыр шертеді. Жер астындағы саяхаттың көрінісін ғылыми-фантастикалық түрде әдемі жеткізеді.